Ерлер көйлөгүн кайта өңдөөгө арналган көптөгөн идеялар бар. Мен да бир кызыктуу идеямен бөлүшүүгө жөн көрдүм. Осы көйлөктүн матасы жогары сапалы итальяндык сатинен жасалган. Жибекти, мөлдүр жана жука. Сондуктан тыгуу кезинде бир аз тыгын нюанстар кырсыры болот. Сол кырсырлары менен бөлүсөтүн боламын. Видеону сонуна дейин караңыздар. Жалпы осындай назик маталар менен жумуш жасау жакшы тажрыйбе және сабак алуу үчүн осулай керек эмес затты аласыздар да үйрөнөсүз. Көйлөктүн оң жак илмегин осулай барынча калдырып, тек гана түймөлөрүн ауыстырамын. Ары карай көйлөктүн ер жагы калай айыл жагына ауысканын көрөсүздөр. Ал энди жагасына және жем бүкпесине кирисемин. Міне кесіп қиып алдым. Енді қалтасының сөгүүнүнө кірісемін. Қалтасының тігістерін қараңдар. Люкс тігістерімен жүргізілген, люкс сапалы жиппен тігілген. Тігіс қадамдары да соншама ұсақ, 1 мм шығар. Тіпті іліп алу қиын болып тұр. Керемет сапа. Жиптері де сапалы. Тігіс жолдарын қалдырмау үшін мұқият және байқап сөгу керек. Енді тігістердің жолдарын кетіру үшін үтіктің буымен өтемін. Енді үлгімен пайдаланып, бұйымның артқы бөлшегін пішіп алам, ал ортасын дәл осы түймелердің ортасынан белгілеп аламын. Міне бұйымның арты дайын. Ilмектері еркек жағынан әйел жағына қалай ауысқаны енді түсінікті болды деп ойлаймын. Бірден түймелерін де ауыстырып дайындап аламын. Жоғарғы түймесін мойын жағын өңдегеннен кейін орнына тігіп қоямын. Енді көйлектің артқы жағынан алдыңғы бөлігін пішуге көшемін. Кеспей бұрын алдыңғы бөлігінің ұзындығын артқы бөлігінің пішпесімен бірдей өлшеп сәйкестіріп аламын. Міне алдыңғы жағында пішіп алдым. Енді кеуде бүкпесін өңдеп тігу керек. Кеуде бүкпесінің үшкірін қалай түйіп байламай және бекітпесіз жасауын тігіншілердің белгілі лайфхак әдісімен қолданамын. Бір жола шебер сынып жасап көрсетіп жіберем. Міне жіпті орауыш қалпақтың ойығынан өткізіп жіберем. Сосын бұрамасын сәл босату керек. Бұл жіптің көрнеусіз еркін шығу үшін қажет. Енді қалпақты ұясына қондырып, жібін жоғарға шығарып аламыз. Одан кейін осы жіпті инеге артқы жағынан өткіземін. Бұл маңызды, өйткені жіп шиеленіп, инесі тікпей қалады. Сол үшін артқы жағынан өткізуге керек. Ары қарай жіпті осылай тігін машинаның жолдарымен өткіземін. Жіптің шеті осылай бос қалады. Ал енді кеуде бүкпесін тігуге іс машинамыз дайын.
Екінші жағын бүкпесін тігу үшін қайталап жіпті көрсеткендей сабақтап аламыз. Бірден бөлшектерді құрастырғанымды және қалай мойын жағын өңдегенімді дайын түрінде көрсетемін деп шештім. Бүкіл бөліктерін жабық тігіспен тігіп шықтым. Алдыңғы мойын жиегіне өңдеуіш бөлігін бөлек пішіп, өңдеп шығардым. Артқы жағын жай ғана бүктеп тігіп шықтым. Ал енді дайын өнімді көрсету. Лүпіл мен пікір қалдыруға ұмытпаңыз.